О, міне. Әдем болып тұр екен. Кеше келіндер жұмыс істеген. Біздің класстың балдарының әйелдері ғой енді. Бүгін қыздар жұмыс істеп жатыр. По очереди де бірін-бірін демалдырып. Дұрыс па? Қалды гүл. Келіндер бәрі шыдай алмай қазан ошақтың басына келе береді. Қалай болып жатыр екен деп Қаламатшы. Әннің етін жемегейлі. Қашан, достар. Как раз сағынып жүрген ғой. Достар, мен мынаның бар ғой. Шыдай алмай жатырмын ғой. Аузымнан сілекейім ақ. Дәм көре берейінші. Бісміллә. Ас болсын. Байдың ғой мынаны. Осым, мынанды бар ғой. Қамырта деп ат қойды мынаны. Жуып алу керек екен. Жақсы болады дейді ғой. Беске деп дедің қалды? Крахмал. Қамыр илейік, жаңағындай өзіміз бәрін жасап алайық мекіне. Сендер демалыңдаршы, магазиннен мынаны аламын, салауға есіңдер деп. Солай ғой не, демалыс болсын да, жақан. Ого-го. Значит, осылай бастырып, и обязательно сирақ тұрып. Несімен жағымен, дұрыс па? Аллаға шүкір, шайынан достарым, сыныптастарым келіп өздерінен қойларыма қалап жаңағы қазыларын көтеріп дастархан жайып жатыр. Біріншіден сіздерге көп рахмет. Осындай шақырған кезде бір ауыздан гу ете қалып осы уақытта келіп болсыңдар. Құдайға шүкір, ниеттеріңізге қарай Алла Тағала тілеуімізді берді, күн деген жарқылап, өзіміздің көңілімізге қарай біз қалай күліп ойнап жүрміз. Көктем күнімізде бізге солай әдемі шуағын шашып, күліп ойнап тұр. Осындай. Кез келген адамның алдыға шығуы ол ортасына байланысты. Мысалға енді Құдайға шүкір, Аллаға көп шүкір, кішігірім болса да бір жетістіктерге жетіп жатырмыз ғой. Әр қайсымыздың үлестеріміз бар осының ішінде. Мысалға, әр қайсымыздың тұлға ретінде қалыптасқанымызда осында отырған сыныптастардың үлесі бар. Сол үлесі осы айналып жиып келіп осы бурабайда жаңағындай өзінің көрінісін тауып жатыр. Және бұл біріншіде емес. Біз әлі талай рет жаңағындай жиналдық, енді мен қанша 40 жыл болып осы Көкшетауда жүргенімше, мектепте бітіргеннен осындамын. Шынына келгенде осындай табиғатты көрген кезде, сонау кезден армандағым, най шіркін-ай жанында достарым, сыныптастарым осында келсе, осыны көрсе ғой деген арман болды. Инстаграмға шығып, тиктокқа шығып, нағатқан кезде ең бірінші көргендер, білгендер, сыныптастар ойбай, мынау Исмаил ғой, инстаграмда жүрген келіп жатқан көрсетіп жатқан ғой бәрі. Алашыметке шықтың деген кезде осы. Сыныптастардың бәрі жиналып мені күтіп алды. Аллаға шүкір, келген сайын күтіп алады. Ол бір неді? Көңіл, ол бір нені мәртебе. Сондықтан көрген кезде өзіңді армандайсың. Сіздердің көрсетіп жатқан құрметтеріңізге мен тарапынан ответканың үстіне ответка болып бүгін осындай әдемі дастархан жайып жатсыңдар. Исмаил өзінің шайының етін сағынған шығар деп алып келіп шайының етінен дәм татқызып жатсыздар. Оларыңызға сіздерге көп рахмет, алғысым шексіз. Көңіл ғой ең бастысы. Көңіл жақсы болса, осы дұға тілектес болса, әрбір жаңағы жетістікке жетіп жатқан азамат, байып жатқан адам болатын болса, тек қана артады. Алла нәсіп етсе, достар, иншалла, әлгінде миллионер болып жатады. Мен енді миллионер де емеспін, тем более миллиардер де емеспін. Кішігірім көтеріліп қалдық, бөлісіп жатырмыз. Одан ары көтерілетін болсақ, терес кездесулеріміз әлгі жаңағы Бұхараға барайық деп жатырмыз, Самарқандқа барайық деп жатырмыз, Индияға барайық, Таиландқа барайық, Шри-Ланкаға барайық. Иншалла, Алла нәсіп етсінші маған. Мен көтерілейін, иншалла бәріңізге Индияда болады, Шри-Ланкада болады, Таиландта болады, бәрі болады. Оны мен сіздермен бөлісуге әрдайым дайын.